Қазына клубының кезекті отырысы ұлттық мұраларымызды жаңғыртуға арналды. Ұйымдастырылған шағын көрмеде ұлттық құндылықтарды дәріптейтін көптеген кітаптармен танысуға мүмкіндік болды. Кездесудің тақырыбы ұлттық музыка аспаптары, соның ішінде домбыра мен жетіген жайлы ақпараттар берілді. Қатысушылар осы аспаптар жайында аңыздармен бөлісіп, сол жайында бейне материалдар көрсетілді. Сол сияқты аталған аспаптардың сүйемелдеуінде ән, жыр, күй тыңдалды. Ал халқым жұртым армысың, төрт көзің түгелей бармысың, қуанбаған көп болды-ау, сағынып қалдай жаным үшін. Сендерден жырлап өтемін, кеткенше ойдан әлгішім, ұлымды ақын еткізген көздерін берген алғысың. Жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Жүрген соң бауырында күнде көріп, таулардың биіктігі байқалмайды. Қыздарым бүгін жігіт мен алтынапайға қарап бой түзеп отырмын. Шынында қалып үлгі ол кісі мен үшін. Мен осы қазына клуб ашылды дегенде шын жүрегім қатты қуандым. Негізі біздің осы ортада бұндай жоқ, бірінші рет ашылатқаны. Бұл енді біз сіздерге мына оқушыларымызбен қонаққа келіп отырмыз. Өте қуаныштымыз. Осындай ауылымызда осындай клуб ашылып, яғни бұл клубты жаңағы біздің осы әсіресе оқушылар үшін әсері өте мол болды. Жаңа оқушыларымызбен сөйлесіп отқанда, солар көп әсер алғандарын Біздің келулеріңізді сұраймын. Ортамыз көбейе берсін әрқашанда. Осылай әрқашанда келген сайын бас қосып, пікірімізді білдіріп, өнерімізді көрсетейік. Әрі қарай өзі қазағымыздың өзі дәстүрін, салтын, әдет ғұрпын, өнерін өрлете берейік.
соған енді бәріңіз де жиналып жатырмыз осы қызық осы елімізде бола берсін осылай. Мынау жастар өсе берсін, өне берсін. Енді осы еліміз тыныштық болсын, еліміздің өнері өне берсін, өмірі төрлей берсін деймін.